депутаттар, бүгінгі сессияға қатысушылар, қалыптасқан дәстүр бойынша бүгінгі мынау 8-ші шақырым 10-шы сессияны қорытындылап отырмыз. Бүгінгі күн тәртібінде көптеген әлеуметтік, экономикалық және саяси қоғамға едәуір әсер ететін көптеген шешімдер қаралып, өздеріңіздің қолдауыңызбен қабылданып отыр. Оған өзім атынан және әріптестеріміздің атынан алғысымызды білдіреміз. Ортақ жұмыс. Алдыда әлі өте көп жұмыстар атқару керек, жұмыс жасаймыз. Соңғы сессия емес, жақын арада шілде айында және бір кездесіп, біз осы бюджет нақтылауға қараймыз деп тағы да қарап отырмыз. Корректировка болады, нақтылау болады. Жалпы мына жергілікті бюджеттік көрсеткіштер 122-де 6% өсім көрсетіп отырмыз. Ол біз енді мынау департаментпен тартысып, қайта тыңдап, ортаға салып, осыны көтеру керек деп, одан басқа амал жоқ. Өйткені орталықтан түсіп жатқан тапсырмаларымыз өте көп. Республикадан белгіленген ағымдағы қаржылар болмаса, төленген қаржыларымыз айлық, тағы басқа. Одан басқа бүгінгі күнге дейін енді түсіп отыр біздің басқармаларға. Даму бюджеті енді түсіп отыр, 6 ай өтіп отыр. Сонда былай қарағанда енді жарты жыл бізде даму бюджеті болмай, тек жергілікті бюджеттен ғана қолдап келіп отырмыз. Бірақ дегенмен де ондай тапшы болса да қаржы